Қайырлы түн балалар. Бүгін біз сендермен бірге қазақ ертегілері кітабындағы күн астындағы күнегей қыз ертегісін оқитын боламыз. Бұрынғы өткен заманда бір жесір кемпір болыпты. Бұл кемпірдің перзент дегенде жалғыз баласы болыпты. Мал дегенде 10 шақты ешкісі болыпты. Бала ешкілерін бағып жүреді. Бір күндерде ешкілерін далада жайып жүріп, бір топ киікті көреді. Оның ішінде бір алтын мүйізді киік жүреді. Бала бұл киіктерді күнде көріп жүріп, бір күндері шешесіне келіп: далада бір топ киік көрдім, ішінде алтын мүйізді бір шұбар киік бар. Осы шұбар киікті алып ұстасам, ханға тарту қылсам, хан маған сыйлық берер ме еді дейді. Шешесі: ұстай алсаң алып бар, хан сыйлық берер дейді. Бір күндері бала далада ешкілерін жайып жүріп, алтын мүйізді шұбар киікті тағы да көреді. Сол арада бала әлгі шұбар киікті ұстап алып, ханға бара жатқанда, ханның үйінің жанында уәзір көреді де: мұныңды ханға апармай-ақ қой, маған сыйлап кет дейді. Бала болса: жоқ, саған әкеле жатқаным жоқ, ханның өзіне апарам деп уәзірге бермейді. Бала алтын мүйізді шұбар киікті ханға тарту қылады. Хан уәзірін шақырып алып: бұл баланың тартуына сыйлық беруге бола ма дейді. Сонда уәзір: жоқ, хан ием, бұған сыйлық беруге болмайды. Бұл киіктің астына қоятын бір тақ болады. Оның екі қанаты болады. Бірі алтын, бірі күміс. Бірі алтын суынан алынған, бірі күміс суынан алынған. Киік сол алтын тақтың үстінде тұрып ойнағанда, дүниенің қызығын көргендей боласыз. Сіздің салтанатыңыз сонда келседі. Бала соны тауып әкелсін, сонда ғана оған сыйлық беруге болады деп бөседі. Сонда хан балаға: бұл киіктің астына қоятын тағы болады. Оның екі жағында екі қанаты болады. Екі қанатының бірі алтын, бірі күміс. Соны тауып кел, сонда сыйлық беремін, ал таба алмасаң басыңды аламын дейді. Бала мұны естіп жылап шешесіне келеді. Шешесі: ойбай балам, бұған бола жыламай-ақ қой, өзім іздеп тауып әкелейін деп жолға шығады. Бір жерлерге келсе, бір топ киік далада жайылып жүреді. Топ киіктің ар жағында жердің жарығын жамап бір кемпір отыр екен. Бұған келіп жұмысының мәнін айтады. Сонда жер жамап отырған кемпір: Мысыр шаһарының бер жағында бір шаһар бар. Киіктің тағын істесе, сонда істейді. Баланың қолына 1000 діллә беріп соған жібер дейді. Сонан баланың шешесі үйіне қайтып келіп, барлық дүние мүлкін, ешкілерінің барлығын беріп, оның үстіне өзі неше жыл мал бағуға бір байға жалданыпты. Сөйтіп баласына 1000 діллә құрастырып береді. Бала 1000 ділләні алып, киік астына қоятын тақты жасайтын Мысыр шаһарының жанындағы шеберге аттанады. Бірнеше күн жүріп шеберге келеді. Бала шеберге келіп, осындай киік астына төсейтін тақты істетуге келгенін айтады. Сонда шебер: 1000 діллә берсең істей аламын дейді. Сонымен 1000 ділләсін шеберге беріп, киік астына қоятын тақты істетіп алып, бала үйіне қайтады. Келе жатса жолында бір үлкен бәйтерек тұр екен. Оның түбіне келсе, екі құдық бар екен. Біріншісінде алтын су, екіншісінде күміс су бар екен. Бала сол арада алып келе жатқан тақтың бір қанатын алтын құдыққа, екінші қанатын күміс құдыққа малып алады. Бала тақты алып үйіне келеді. Ертеңінде ханға алып барады. Айтқанындай-ақ, тақты баяғы алтын мүйізді шұбар киіктің астына қойғанда, киік билеп, сән салтанатын келтіріп тұрады. Хан уәзірін шақырып алып ақылдасады. Сонда уәзір: жоқ тақсыр, мұнысына да әлі сыйлық беруге болмайды. Енді пәлендей жер астында өскен бір сұлу алтын ағаш бар. Соны әкеліп сіздің есік алдына орнатса, сән салтанатыңыз мұнан да келісіп кетер еді дейді. Бала соны тауып әкеліп есік алдына орнатсын, сол уақытта ғана сыйлық берсек болады дейді. Сонда хан: сол жердің астында өскен алтын ағашты әкеліп менің есігімнің алдына отырғыз, сонда ғана сыйлық беретін боламын дейді. Бала тағы да алтын ағашты іздеп кетеді. Бірнеше күн жол жүріп бір жерлерге келсе, алдынан бір ақ сақалды шал шығады. Бала өзінің іздеп келе жатқан жұмысының мән-жайын әлгі шалға айтады. Ақ сақалды шал: осы бетіңмен жүре бер, бір жерлерге барғанда биік тауларға кездесесің. Таудың бауырынан бір қоян қашар. Сен сол қоянды қуа бер,
ол қоян барып бір жердің үңгіріне кірер, сонда ол сол жақтағы үңгірге кірер. Сен оң жақтағы үңгірге кір, сонда қыры-құрыға кездесерсің. Олар сені өлтіреміздер. Сонда сен, мен әп-сәттің ішінде ет пісіре аламын де. Сол уақытта қыры-құры саған ет пісіртіп қарап тұрар. Сен етті қазанға салып, мына кесікпен түртіп қалсаң, ет өзінен өзі пісіп шығады деп балаға бір күміс сапты кесік береді. Сонымен бірнеше күнге дейін сонда ет пісіруші болып жүресің. Қыры-құры сені үңгірге тастап, өздері сыртқа шығады. Сол уақытта түкпірдегі бір ақ сандыққа көзің түсер. Сол ақ сандықты ашсаң, ішінде бір көк сандық бар. Соны ашсаң, ішінде қағазға ораулы дәріні көрерсің. Сол дәріні ал да пісірулі тұрған етке сал. Сол уақытта етті жеген қыры-құры кезек-кезек өле береді. Сонан кейін сол үңгірдің ішін араласаң, іздеген алтын ағашың сонда тұрар. Сен сол арада алтын ағаштың бұтағынан қысып қолыңмен ұстарсың. Екі аяғыңмен ағаштың түпкі тамырын басып, екі көзіңді жұмсаң, сонда таң ата ханның есігінің алдына ағаш өзі келіп орнар дейді. Бала шалдың айтуымен жүріп келе жатса, таудың үңгірінен бір қоян қашады. Бала қашқан қоянды қуа жөнеледі. Қоян бір жердің үңгіріне кіреді. Бала да кіріп кетеді. Айтқанындай үңгірде екі тесік кездесіп, қоян сол жақтағы үңгірге кіріп кетеді де, бала оң жақтағы үңгіріне кіреді. Үңгірдің ішіне кіріп келсе, балаға қыры-құры кездеседі. Бұлар баланы өлтірмекші болады. Сол арада бала лезде ет пісіре алатынын айтады. Бала етті қазанға салып, баяғы шал берген кесікпен етті түртіп қалса, ет өзінен өзі пісіп дайын болады. Сонымен олар баланы өлтірмейтін болып ет пісіруге қояды. Бала бір сыпыра уақыт сол қыры-құрыға ет пісіріп жүреді. Бір күндерде бала ұйықтап жатса, бүйірінен баяғы ақ сақалды шал түртіп, етке тойған соң ұмыттың ба дейді. Бала оянса түс екен. Сол арада баяғы шалдың айтқандары есіне түседі де жан-жағына қарайды. Шал айтқанындай бір бұрышта ақ сандық тұр екен. Жалма-жан кілтті іздеп тауып алып, ақ сандықты ашса, ішінде көк сандық бар екен. Оның ішін қараса, қағазға ораулы дәріге көзі түседі. Бала дәріні алып, ұрылардың сыртқа шығуын аңдиды. Бір күндері қыры-құры түгелдей сыртқа шығады. Бала жалма-жан етті пісіреді де, дәріні етке шашып жібереді. Сол арада етті жеген қыры-құры бірінен соң бірі топырлап өле береді. Бала жан-жағына қарап, үңгірдің ішін емін-еркін аралап жүрсе, жер астында жалғыз өсіп тұрған ағашты көреді. Сол арада алтын ағашты қолымен мықтап ұстайды да, екі аяғымен түпкі тамырын басып, екі көзін жұмады. Бала көзін ашып қараса, таң сарғайып атқан алтын ағаштың хан есігінің алдында тұрғанын бір-ақ көреді. Таңертең хан уәзірлерімен алтын ағашты көріп, бұрынғы ма таң қалады. Ханның салтанаты тіпті артып кетеді. Алтын қанатты тақтың үстінде алтын мүйізді шұбар киік билеп тұрады. Мұны көріп хан балаға риза болып, сыйлық беру үшін барлық уәзірлерін шақырып алып ақылдасады. Ханға сонда уәзірлері ақыл айтады. Ханға айтып, бұл баланы тағы да бір келмейтін жерге жұмсайық. Бәлендей алыстағы күн астында күнікей қызды тапсын. Мұны болса да таба алмай өледі. Енді оны іздеп барушылардың өлмей қайтқаны жоқ. Баланы сонда жіберейік дейді. Хан уәзірлерімен ақылдасып, кәні балаға қандай сыйлық береміз дейді. Сонда баяғы уәзірі, тақсыр, сіз өзіңіз болсаңыз қартайдыңыз. Сізде перзент жоқ. Біздің ойымызша қартайған шағыңызда сізге серікке жарайтын пәлендей жерде күн астында күнікей деген қыз бар. Бұл бала сол қызды тауып әкелсін. Сонда мол сыйлық беруіңізге болады дейді. Хан болса, сол күн астындағы күнікей қызды тауып әкел, сыйлықты сонда беремін дейді. Бала күнікей қызды тағы да амалсыздан іздеп кетеді. Бірнеше күн жүріп келе жатса, алдынан екі алақанына екі тауды салып жүрген бір дәу кездеседі. Бала бұл дәуден жөн сұрайды. Сонда дәу, күн астындағы күнікей сұлуды іздеп бара жатқан бала сен болсаң, мен жолдас болғалы жүрмін дейді. Бала, сол бала мен боламын дейді. Сонымен екеуі жолдас болып келе жатып жер тыңдаушыға кез болады. Бұл да балаға жолдас болып береді. Тағы да жүріп келе жатса, алдынан екі көлдің суын екі ұртына ұрттаған тағы бір дәу кездеседі. Бала жөн сұрайды. Екі көлдің суын екі ұртына ұрттаушы күн астындағы күнікей қызды іздеп жүрген балаға жолдас болғалы жүргенін айтады.
Сонымен бұл да үшеуіне қосылып төртеуі жолдас болып жүре береді. Келе жатса екі аяғына екі батпан тас байлап, арлы-берлі жүрген желаяққа кез болады. Бала жөн сұрайды. Желаяқ: мен күн астындағы күнікей қызды іздеп бара жатқан балаға жолдас болғалы жүрмін дейді. Бала: ендеше мен сол баламын дейді. Сонымен бесеуі жолдас болып жүріп келе жатса, бір шұқанақтан балаларымен тырмысып шыға алмай жатқан бір құмырсқаны көреді. Бала құмырсқаны балаларымен шұңқырдан шығарып жібереді. Сонда құмырсқа балаға риза болып: сендер мені шұңқырдан шығарып жібердіңдер, осы жақсылықтарыңды мен де алдарыңа тіріде бір келтірермін. Мен мына бір қанатымды жұлып берейін, керек болған кезде күнде тұтатсаң дайын боламын деп бір қанатын жұлып береді. Бұлар күн астындағы күнікей қызды іздеп жүріп кетеді. Күн астындағы күнікей қыз от тауының ар жағында тұратын бір ханның қызы екен. Ол ханның бір үлкен көк төбет иті бар екен. Сол күн астындағы күнікей қызға келе жатқан адам болса, соның дыбысын сезіп 100 шақырым жерден алдынан шығады екен. Қандай батыр, мықты адамдар болса да көк төбет ит барлығында жалғыз өзі жайпап салады екен. Қызды іздеп барған адам сау қайтпайтын болған. Мұны білген көп адамдар көк төбеттен қорқып қызға бара алмайды екен. Баланың жолдастарымен келе жатқанын ит 100 шақырымнан біліп алдарынан шығады. Бір мезгілде көк төбет арсылдап, жер дүниенің шаңын боратып келе жатыр екен. Баяғы тау көтерген дәу қолындағы бір тауын итке жіберіп қалғанда, ол төбесінен жай түскендей болып, таудың астында қалып, табанда өліп кетеді. Итті таумен бастырып өлтіріп тастап, бұлар тағы жүріп кетеді. Бір уақытта бұлар күн астындағы күнікей қыздың үйіне жетеді. Хан бұлардан жөн сұрайды. Сонда бұлар: осы жақтағы күн астындағы күнікей қызды іздеп келеміз. Іздеп келуші мына отырған бала, біз жанына ерген жолдастарымыз дейді. Сонда хан: жолдарында бір көктөбет ит кездесті ме деп сұрайды. Бұлар: жолда бір күшікке кездесіп едік. Біздің лақтырған кесегіміздің астында үні өшіп, өліп қалды дейді. Хан бұлардың күшіне қайран қалып отырады. Хан ертеңіне ел жұртын жиып балуан күрестіреді. Осы топта кімде-кім күресіп шығып, күш асса қызымды соған берем дейді. Ханның елі жағынан бір өгіз балуан шығады. Бала жағынан екі қолына екі тау ұстап жүруші дәу шығады. Екі балуан күресіп дәу шығып кетеді. Бірақ хан сөзінен танып, бұл жолы қызын бермей, енді жаяу бәйгеден озып келгенге беремін дейді. Жаяу бәйгеге ханның елінен бір жүйрік мыстан кемпір шығады. Мыстан кемпір қолына екі шыны арақ ұстап шығады да, жолда желаяққа ішкізіп мас қылып өзі жүгіріп кетеді. Бала тыңшыға айтады: кім келе жатыр екен, соны тыңдашы дейді. Тыңшы тұра қалып тыңдап, кемпірдің дыбысы білінеді, желаяқтың дыбысы білінбейді дейді. Бала сол арада баяғы қолындағы кездікті ұстап еді. Ұйықтап жатқан желаяқ бірден оянып, сол арада жалма-жан жүгіріп отырып кемпірге жетеді. Қолына бір уыс топырақты алады да, кемпірдің алдынан өте беріп топырақты көзіне шашып жібереді. Кемпір көзін уқалап аша алмай жатқанда желаяқ озып кетеді. Сонда да қызын бермейді хан. Қызын жасырып тығып қояды да, кімде-кім қызымның қай жерде екенін тапса соған беремін дейді. Бір мезгілде тыңшы тыңдап көрсе, хан қызын жер астындағы бір үйге жасырып қойған екен. Қыз сол үйде кесте тігіп отырып, қолындағы инесін жерге түсіріп алады. Тыңшы тыңдап, оны сол мезетте-ақ тауып алады. Хан бұларды темірден салынған қонақ үйге жатқызады. Сөйтіп қонақтар жатқан үйді сыртынан өртейді. Бұлар түн ортасында оянып кетсе, үй өртеніп жатыр екен. Бәрі қатты сасады. Сол жерде көл ұрттаушы дәу ұртындағы бір көлдің суын бүркіп тастап, өртті сөндіреді. Бұлар тып-тыныш ұйқыда жата береді. Хан бұларды өлді деп, күлін көрейін деп келсе, бәрі де тып-тыныш ұйықтап жатыр екен. Хан тағы да ойланып, және бір амалын табады. Ертеңінде 40 қыз бен қызымды қатар тұрғызам, солардың ішінен танып алғанға қызымды беремін дейді. Ертеңіне 40 қызды бірдей киіндіріп, қатар тізіп қояды. Қараса бәрінің киген киімінің түсі бір. Ешкім таба алмастай екен. Бала сол уақытта баяғы құмырсқаның қанатын түтетіп жібергенде, құмырсқа жетіп келіп 40 қыз ішіндегі күн астындағы күнікей қыздың дәл алдына тоқтайды. Бала күн астындағы күнікей қызды көрсетеді. Бұдан кейін ханның басқа істейтін амалы болмайды. Хан амалы таусылып,
Ақыры күн астындағы күнікей қызды балаға береді. Күн астындағы күнікей қызды алып, бұлар еліне қайтады. Баяғы ерген жолдастары баламен қоштасып жолда қалып отырады. Бір жерлерге келгенде тыншық алады. Тағы бір тауға келгенде баяғы тау көтеруші дәу қалады. Бір көлдің жанына келгенде көл таусар қалады. Бір жерлерге келгенде жел аяқ қалады. Бала келе жатып бастан аяқ өзінің басынан кешірген уақиғаларын қызға түгелдей баян етеді. Оны ханға апаратынын айтады. Қыз оқымысты, сиқыршы екен. Баланың ерлігіне сүйсініп әбден риза болады. Бірсыпыра жер жүрген соң, ханның еліне жетуге қанша күн қалды деп сұрайды. Бала, 2 күншілік жер қалды дейді. Сонда қыз, сен озып ханға бар, менің алдымнан шықсын. Ең алдымен хан, оның соңынан 40 уәзірі жүрсін. Ең артында өзің жүр дейді. Бала ханға барып қыздың алдынан шығарады. Қыз келе жатқан ханды қасқыр, уәзірлерді түлкі қылып жібереді. Олар бірін-бірі қуып кетеді. Сонымен күн астындағы күнікей қызды бала алып, екеуі той жасап қосылады. Ел жұрты баланың ерлігіне, тапқырлығына риза болып, оны хан сайлайды. Міне балалар, бүгінгі біздің күн астындағы күнікей қыз деген ертегіміз осымен аяқталды. Егер сендерге ертегі ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Қайырлы түн балалар, түндерің тыныш өтсін.